енді құрметті команда, қазір что-то Марат мырза келмеді, ол кісілер келе жатыр ма? Партнерлары өте көп, бізден де басқа. Сондықтан осы офисті ұстап отырған негізінде бар ғой, біздің Алматы қаласындағы бірінші бриллиант. Бізден бар ғой, әрқайсыңыз бриллиант боласыздар. Ол 100%, әрқайсыңыз боласыздар. Енді мына сұхбат ашылса, бізге адамдар жалынады. Сіз мені тіркеңізші, маған үйретіңізші, мен сізге ақша төлейін деп жалынатын болады. Көрдіңіздер ма? Бәріміз бриллиант боламыз, бірақ бәрібір бізде ең бірінші шыққан бриллиант Назира ханымның аты бәрібір жарқылдап тұрады. Ешқашанда ұмытылмайды. Білесіздер, себебі бірінші шыққан бриллиант осы кісі. Негізінде Назира ханым болмаса, біз мына жерде мүмкін бүйтіп отырмас едік. Мүмкін біз деген мынандай статустарды жаппас едік. Себебі осы кісінің арқасында өзі анау Мақатаевадан кішкентай офисті алып, содан түнмен күнімен отырып, сол жерде бізді шақырып, үйретіп, осы кісінің арқасында шын айтқанда мен платина статусын жаптым. Бұғанға дейін де партнерлік нелерім бар енді, спонсорларым негізінде. Өте алғысым шексіз. Осы кісі өзі қандай активный, онан кейін бізде сондай активный болуға тырысып жатырмыз. Қазір технический жағының барлықтарын тек қана осы кісіден сұраймыз, оны барлықтарыңыз білесіздер, сондықтан да осы біз Назира ханымнан бір ауыз сөз осы жерде күтеміз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Біз Алматы қаласында тұрамыз. Случайно WhatsApp чатқа қосқан мені, сөйтіп мен лимбуты тыңдады, маған ұнады, сразу тіркелейміз деп, ссылка жоқ. Ссылка табыңдар, ссылка жоқ деп. Жоқ болса жоқ деп, ал видеоның астына Мараттың номері тұр, Маратқа прямой звондадым, ссылка беріңізші деп. Сені кім шақырды, содан ал деп. Шақырнадағы адам өзі кірмеген бұл жаққа, маған срочно керек, ол кетіп барады ғой. Сөйтіп берді, сосын тіркелдім, өзім ары қарай жұмыс жасап кеттім. Күнде тоқтамай адам жаза бердім ғой. Бір айда платина жаптым, 5 айда бриллиант статус жаптым. Бір айда 300 адам кірдіңіз, иә? Иә, бір айда. Ол жерде сіз қалай кірдіңіз, солай сіздің адамдарыңызға кіреді, тез-тез. $50 любой адам таба алады ғой. Главное, сереброға шығып алыңыз. Мен 5 күнде сереброны жаптым. Мен жоқ дегенде 10 адамға күнде звондадым. 10 адам 9-ы маған жоқ деді. Біреу ғана я деді. 10 адамның біреу ғана жазды. Сөйтіп мен активный 5 адам жазып алдым. Сол 5 адаммен жұмыс жасадым. Мен 5 күнде серебро статус жаптым. И солармен жұмыс жасадым. Сол 5 адамнан қазір менде уже 9-000 адам болды. Қазір енді әр веткада бриллианттар шығайын деп жатыр, тоже 500 адамнан жетпей жатыр. Құдай қаласа бриллианттар туады бізде. Солай сізде жұмыс жасасаңыз да болады. Сізге тек қана 5 адам тауып алыңыз, активно. Солармен жұмыс жасаңыз, каждый веткамен жұмыс жасайсыз. Оларға промоушн бересіз. И болды, сіз бриллиант боласыз. Бриллиант деген ол не? Ол пенсия. Жоқ дегенде компания 2% бриллианттарға береді. Қазір 130 бриллиант бар, 180 мемлекет жұмыс жасап жатыр. Жоқ дегенде $2000 ай сайын беріп жатыр. Әр бриллиантқа ай сайын береді, ай сайын. Просто так миллион теңге кім береді? Левгуд ғана береді. Сол үшін жұмыс жасаңыздар, чека, самый жирный бонус бізде. Сіз адам шақырасыз ғой, содан сізге ол тапқан ақшасынан сізге жартысын береді. Бірінші личниктарда сізге 50% төлейді. Бірінші линияға өздеріңізге прямой жаза беріңізші. Әр адамнан 50% төлейді. Сіз личнигіңіз $100 тапса, сізге 50% төлейді, $50. Сіз личнигіңіз $200 тапса, 50% төлейді. Ол $1000 тапса, 500. Ол $8000 тапса, $16000 тапса, бриллиант болса, $8000 ай сайын. А сізде 5 бриллиант болса, $40000 ай сайын. Плюс 5-ші клубинаға шейін чека аласыз, олардың тапқан ақшасынан командадан аласыз. Представляете, ол мен саладым, жоқ дегенде $100,000 алады екен бриллианттар. Ай сайын, өмір бойы. Представляете? Сол үшін бриллиант болыңыздар тезірек. Құттамай жұмыс жасаңыздар. Назира ханым, сұрақ қойыңызшы. Осы
мысалы мында отырып адамдар иә уже бір жылдан бері жұмыс істеп жүрген адамдар бар, адам шақырамаймыз деп жүрген адамдар бар иә, хотя нәтижелер шығып жатыр, өнімнің кереметтігін дәлелдеп жатыр. Дәрігерлер келді, өнім туралы күнде Құдайдың құттығына информация беріп, консультация беріп жатыр. Да? Вот шыға алмай жатыр. Қалай сіз шықтыңыз? Сіз бірінші рет келдіңіз, білмейсіз, спонсорыңыз жоқ қасыңызда. Компанияның өнімін де білмейсіз, маркетинг рас па, рас емес па білмейсіз. Қандай күш болды? Неліктен сондай сенім пайда болды? Қалай істедіңіз? Мен квартирада тұрамын. Квартирада жүріп шаршадым. Маған ақша керек, үй керек, маған ешкім бермейді. Шешем маған квартира алып берген жоқ деп па? Күйеуім квартира берген жоқ дегендей. Күйеуім наоборот өзімнен сұрайды ақша. Ой, қой құрсын, неменеге байға тидім бай. Бұрын ойлаушы едік қой, байымыз асырайды, байға тисе. Какой наоборот біз байды асыратынымыз деп па? Сөйтіп ойбай, ақша табу керек деп қайда істемеді мен. Инвестицияға салдық, ояққа салып жоғалттық. Матрицада жүрдік, перепись населения жасадық. Ояқта мен таптым ақша, астында адамдар таппады. Тапқан ақшам оларға бердім. Сөйтіп ноль болдық. Қой құрсын дедім. Өзім тыныш жүре берейін, ана традиционный бизнесім бар. Посуточная квартира өткізеді. Уже 12 жыл болды. Бұрын интернет болған жоқ, бүйтіп кілтпен тұрдық көшеде. Қазір интернет рахат. Заявка бересің, клиент өздері звондайды, сөйтіп өткіземіз квартира. Енді квартира өткізіп жүргенде маған сетевиктер келді, квартира снимать етіп. Мен маған айтты, сетевойды білесің ба, біз сол жақта істейміз, білмеймін, не ол продукция бар бізге. Денсаулыққа аласың ба деп. Саған арықтау керек деп, маған үй жарайды, алайын. Сөйтіп арықтадық. $200 мыңға сатып алдым бір орын. 2 орын алдым динар ойықта. Ай сайын 2 кабинетке $300 төледім. Активация 1 жыл төледім. Зато ойықта мен обучение алдым. Аффирмация, визуализация, мақсат қалай жазу керек, сол бәрін сояқтан үйретті. Сол маған пинок болды да. Оказывается, можно по-другому жить. Басқа өмір бар екен ғой деп. Соны өзім зерттедім. Ютубтан неше коучтар бар, содан тыңдап, қалай жазу керек, қалай аффирмация жасау керек. Терезенің алдына тұрам, таңертең тұрып алып, мен баймын, мен миллионермін, менде үлкен международный команда бар депші. Сол кезде күйеуім айтады, басысың ба? Как миллионерсің сен, жейсің ба? Қуасың ба? Қазір сен сенеді ғой енді. Менен ақша сұрайды. Мен де айтайыншы деген мына. Сөйтіп сол, немен жұмыс жасау керек? Установки менять надо в голове. Почему люди не богатые? Потому что они свое мышление не меняют, установки не меняют. Если вы поменяете в голове свои установки, все возможно. Невозможное возможно дейді ғой. Қалай ойлайсыз, сол болады. Мен немен жұмыс жасадым ше? Менде үлкен команда бар, менде квартира бар, менде машина бар, менде жер бар деп. Соның бәрін алдық қазір.